Cemre Baysel, Türk aktrисасы және модель. 1999 жылы 5 ақпанда Измир қаласында дүниеге келген. Балалық шағынан бастап сурет салуға қызығып, Ышылай Сайкын атындағы көркем өнер мектебіне түсіп, ол жерді бітіріп, Ege университетінің кескіндеме факультетінде білім алған. Бірақ кейбір деректер бойынша ол оқуды тастап, осы телевидение саласына келген. Оны кастингтерде басында бірден алмаған. Ол өзінің әдемі келбеті арқылы басында модель болып түрлі жерлерде жұмыс атқарған. Кейіннен актрисалық мансабы 2014 жылы Жасыл теңіз сериалында Гонжа Масанчи рөлін сомдаумен бастайды. Одан Атаусыздар 2017 жылы және Таққа құқық Абдулхамид 2017-2018 жыл жобаларда ойнайды. Оған шынайы танымалдық алып кеткен Қолымды жіберме, Не отпускай мою руку, Мелис Челен рөлін арқылы оған атақ келеді. Бұл рөлі үшін Түркияның жастар сыйлығында теледидардағы ең үздік екінші пландағы актриса номинациясына ұсынылады. Кейінгі жылдары Cemre Baysel мансабын сәтті жалғастырып, Рамо 2022 жылы және 2021 жылы Моя левая сторона, 2021 жылы Игра моей судьбы сериалында, сонымен қатар 2022 жылы Красивее тебя деген рөлдерде басты рөлдерді ойнайды. 2021 жылдың ол 47-ші алтын көбелек марапаттау рәсімінде жарқырайтын жұлдыз атағына ие болады. Актрисалық мансабынан бөлек Cemre түрлі брендтердің бет-бейнесі ретінде модель, соның ішінде ең танымалы Seychelles Store, Түркия, La Roche-Posay деген сияқты брендтер. Жалпы Cemre Baysel ең алдымен модель ретінде өзінің әдемі келбетімен елге танылған. Түрлі брендтердің басты бет-бейнесі ретінде түрлі түсірімдерді өткізеді. Ал сериалдарда, жалпы кинода рөл ойнауы басты рөлдерді сомдап, елге одан бетер танымал бола бастайды. Жалпы сіз атап өткен сериалдардың қайсынан Cemre Bayselді танисыз? Комментарий бөліміне жазып кетсеңіз болады. Жалпы актрисаның бұндай актерлік мансабының дамып кетуіне тіпті отбасы таңғалады. Жалпы оның жеке өміріне келетін болсақ, өзінен 15 жасар үлкен ер адаммен араласады, жүреді. Сосын олар айырылысып, Игра моей судьбы сериалындағы қасындағы басты кейіпкерімен қарым-қатынас бастады деген қауесеттер тарайды. Тіпті ол расталған сияқты. Қазіргі таңда ол өзінің қарым-қатынасын жасыруда, яғни әлеуметтік желіге жалпы жеке өмірін жария етуге қарсы. Ал сіз арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.